Сәлеметсіздер ме студенттер? Нейрондық желі архитектурасы кіріспе атты курсқа қош келдіңіздер. Бүгін бізде 11-ші дәріс компьютерлік көру. Дәрістің мақсаты мен құрылымына тоқтала кетсек, бүгін біз компьютерлік көрудің қызықты саласын терең байлаймыз. Бұл машиналарға визуалды әлемді біз сияқты көруді және түсінуді үйрететін технология. Бұл дәріс сіздерге заманауи жүйелердің бетті қалай танитынын, жүргізушісіз көліктерді басқаратын және дәрігерлерді медициналық суреттер бойынша диагноз қоюға қалай көмектесетінін түсінудің жаңа көкжиектерін ашады. Компьютерлік көру дегеніміз не? Компьютерлік көру бұл бізде сандық кескіндер мен бейнелерден ақпарат алуға, талдауға және түсінуге мүмкіндік беретін жасанды интеллекттің пәнаралық саласы. Бұл математиканы, информатиканы, нейробиологияны және инженерияны біріктіретін заманауи деректер ғылымының ең қарқынды дамып келе жатқан салаларының бірі. Ол бізде технология негізі, бағыттың мақсаты бар, практикалық маңыздылығын айта кетсек, технология негізі ретінде біз заманауи компьютерлік көрудің негізінде терең оқыту әдістері мен нейрондық желілер, әсіресе көрнекі деректердің иерархиялық өкілдіктерін автоматты түрде үйренуге қабілетті конверттеуші нейрондық желілер жатыр. Бағыттың мақсаты бізде компьютерлік көрудің амбициялысы компьютерді көрнекті ақпаратты адамның қабылдау қабілеттерімен салыстырылады немесе одан да асып түсетін деңгейде қабылдауға және түсіндіруге үйрету. Смартфондардағы бетті танудан бастап автономиялық көліктерді басқаруға дейінгі компьютерлік көру ол біздің күнделікті өмірімізді өзгертіп, инновациялар үшін жаңа мүмкіндіктер ашуды жалғастыруда. Дәрістің мақсаты негізінен компьютерлік көруді ғылыми және практикалық пән ретінде толық түсінуге көмектесуін білім беру мақсаттарына жасалған. Бүгін біз теориялық негіздерінде де нақты жобалардағы компьютерлік көру технологияларын қолданудың практикалық аспектілерін де қамтитын теңестіретін бағдарлама жасадық. Дәріс мақсаты 4 құрылымнан тұрады. Ол бізде компьютерлік көрудің негізгі міндеттерімен танысу, курс құрылымы мен негізгі тақырыптарды қарастыру, одан бөлек классикалық және заманауи әдістердің мысалдарын көрсету, 4-шісі терең оқытудың неліктен компьютерлік көруде серпіліс болғанын түсіндіру. Компьютерлік көру курсының құрылымын айта кетсек, ол бізде дәйекті және терең меңгеруді қамтамасыз етуші мұқият құрылымдалған. Бұл жерде біз кіріспе ретінде компьютерлік көрудің міндеттерін, кескіндерді өңдеудің классикалық әдістерін, одан бөлек нейрондық желілер мен конволюциялық нейрондық желілердің негіздерін айтамыз, детекция мен сегментацияға арналған архитектураларды қарастырамыз және де заманауи трендтер, трансформерлер мен өзін-өзі оқытуды, одан бөлек практикалық жобалар мен кейстерді айтып өтеміз. Компьютерлік көрудің негізгі міндеттері ол бізде компьютерлік көру әртүрлі күрделілікті міндеттердің кең ауқымын қамтиды. Олардың әрқайсысының өзіндік ерекшеліктері мен қиындықтары мен шешу әдістері бар. Бұл жіктеуді түсіну, нақты мәселелермен жұмыс істеу кезінде дұрыс тәсіл таңдау үшін өте маңызды. Компьютерлік көру тәжірибесі жұмыс істейтін негізгі міндеттер санаттарын қарастырсақ, ол бізде кескіндерді жіктеу, нысандарды анықтау, семантикалық сегментация, позицияны анықтау, мәтінді тану және бет-әлпетті тану болып келеді. Кескіндерді жіктеу бізде бүкіл кескін санат немесе класын анықтайды. CV-дің негізгі міндеті оған басқа әдістердің көпшілігіне негізделген. Нысандарды анықтау бізде кескіндегі бірнеше нысандарды шектеуші қораптар арқылы локализациялаумен жіктеу. Семантикалық сегментация ретінде біз кескінді пиксель бойынша жіктеуін, мұнда әрбір пиксель нысан класының белгісінен беріледі. Позицияны анықтау бізде спортта, медицинада, анимацияда қозғалыстар мен шараларды талдау үшін адам денесінің негізгі нүктелерін бөліп көрсету болып келеді. Мәтінді тану ол бізде кескіндерді мәтінді автоматты түрде оқу және машинада оқытылатын форматқа түрлендіру. Бет-әлпетті тану ол бізде қауіпсіздік пен аутентификация жүйелері үшін адамның жеке басын бет-әлпетін арқылы анықтайды және тексереді. Суреттерді жіктеу ол бізде компьютерлік көрудің негізгі міндеті. Ол берілген суретті қандай сыныпқа немесе санатқа жататынын анықтаудан тұрады. Бұл компьютерлік көрудің көптеген түрлері міндеттері үшін негізгі құрылыс блок болып табылады. Бұл жерде біз модель кіріс ретінде суретті қабылдайды және сол сурет жататын сынып белгісін беруі керек. Жануарларды танудың классикалық мысалын алайық. Фотосуретке мысық, ит немесе автомобиль бейнелерін анықтау. Бұл тапсырмада адам үшін қарапайым болып көрінгенімен машина үшін күрделі есептеулерді талап етеді. Танымал архитектура ол бізде ResNet, FSNet және MobileNetті аламыз. Медициналық диагностикада, өнім сапасын бақылауда, фотоархивтерді ұйымдастыруда, әлеуметтік желілерде контентті модерациялауда қолданылады.
Нысандарды анықтау бізде Object Detection. Ол нысандарды анықтау бізде жіктеуін салыстырғанда әлдеқайда күрделі міндет. Өйткені ол кескінде қандай нысандар бар екенін анықтап қана қоймай, олардың орналасуын шектеуші тіктөртбұрыштар арқылы да анықтауды талап етеді. Бұл автономды басқару, бейне бақылау және роботик техника үшін өте маңызды технология. Жұмыс істеу принципі ол бізде барлық қызығушылық нысан айналасындағы шектеуші рамкалардың координаттарын анықтайды және әрбір анықталған нысанды оған класс белгісін тағайындап арқылы жіктеп алады. Одан бөлек шығыс координаторлары класс белгілері мен модельдің сенімділік деңгейлері бар рамкалар жиынтығында алады. Танымал модельдер ол бізде You Only Look Once, Faster HCNN алсақ болады. Бұл практикалық қолдану мысалы ретінде алсақ, ол бізде қала көшесіне түсірілген фотосуреттегі барлық автомобильдерді, жаяу жүргіншілерді және жол белгілерін жүргізушіге көмек көрсету жүйелері үшін бөліп көрсетіп отырады. Семантикалық және инстанс сегменттеу ол бізде кескіннің егжей-тегжейлі түсіну деңгейін білдіреді. Мұнда талдау және пиксельдер деңгейіне жүргізіліп отырады. Демек, бұл объектілердің пішіні мен шекараларын нақты түсінуге мүмкіндік береді және медициналық визуализациядан бастап автономды басқаруға дейінгі көптеген қосымшалар үшін өте маңызды болып келеді. Семантикалық сегменттеу, инстанс сегменттеу танымал модельдерді қолданылады. Семантикалық сегменттеу кезінде біз кескіннің әрбір пикселіне класс таңбасы беріледі. Мысалы, қала көрінісінің кескінде жолға қатысты барлық пиксельдер жол таңбасын, ғимараттардан барлық пиксельдер ғимарат, аспан таңбасын алады. Ерекшелігі ретінде біз бірдей класстың жеке объектілерін ажыратпайды. Барлық автомобильдер бір жалпы маскаға ие болады. Қолданылу автономды басқару және медициналық кескіндер талдауды спутниктік кескіндер жатады. Ал инстанс сегменттеу дегеніміз бұл неғұрлым жетілдірілген тәсіл. Бұл кескіннің әрбір пикселіне класс таңбасын тағайындап қана қоймай, объектілердің жеке даналарын ажыратады. Бірнеше автомобильдері бар кескіндерді әрбір автомобильдің өзінің бірегей нұсқасында алады. Ерекшелігі ретінде біз объектілерді анықтау мен сегменттеуді біріктіріп, әрбір жеке объект үшін нақты мысалдар жасайды. Қолданылуы объектілерді санау мен объектілер арасында өзара әрекеттесуді талдау, манипуляциялау үшін робототехниканы қолданылады. Танымал модельдер ол бізде диплаб қабылдау өрісін ұлғайту үшін бізде атрусты конволюцияларды қолданатын семантикалық сегменттеуге арналған модельдер жиынтығын айтамыз. Ол жерде біз диплабты қолданамыз. Юнит кезінде біз энкодер, декодер архитектурасы әсіресе аз деректермен тиімділігі арқасында медициналық визуализацияға өте танымал модельді айтамыз. Және Mask RCN бізде инстанс сегменттеуге арналған Faster RCN-нің кеңейтілімі және маскаларды болжау тармағын қосып отырады. Дененің қалпын анықтау ол бізде адам денесінің негізгі нүктелерін, буындарды, бет бөліктерін бөліп көрсету және олардың кеңістіктерінің орналасуын бағалау міндеті. Бұл технология қозғалысты, ым-шараны және адамның қоршаған ортамен өзара әрекеттесуін талдау үшін кең мүмкіндіктер ашады. Спортта, медициналық оңалтуға дейінгі көптеген салаларда қолданылады. Негізгі нүктелерімен қаңқасы ол бізде дененің қалпын анықтаудың әдеттілігі жоғары модель бөлшегі бөліктерінде 17-ден 113-ке дейін немесе 133-ке дейінгі нүктелерді бөліп көрсетеді. Бұл жерде бізде базалық нүктелер кеңейтілген және 3D қалпында қолданылады. Модельдер сонымен қатар нүктелер арасындағы байланыстарды анықтап адамның қаңқасын құрайды. Әртүрлі салаларда қолданылуы ол бізде спорт және фитнесте, анимация мен ойындарда, медицина мен оңалтуда және танымал құралдарда қолданылады. Спорт және фитнес бізде жаттығу техникасын талдау және спортшылардың қозғалысын биомеханикалық талдап, виртуалды жаттықтырушыларды жасау. Одан бөлек анимация мен ойындар ол бізде қабат жабысқарсыз кейіпкерлердің шынайы анимациясын жасау үшін қозғалыссыз түсіру. Медицина мен оңалту кезінде біз не істейміз? Пациенттердің қалпына келтіру үдерісін бақылап, жүрісті бағалау, қозғалыс бағаларын анықтап отырамыз. Танымал құралдар ретінде біз OpenPose алсақ болады және MediaPape'ді аламыз. Ол құрылғыларға арналған жеңіл шешімдерді көрсетеді. Мәтінді тану және бетті тану ол бізде заманауи әлемде үлкен практикалық маңызы бар компьютерлік көрудің енді мамандырылған бағыты. Бұл екі технологияда таңғаларлық дәлдік деңгейінде көпті және күнделікті өмірде көрумен қолданылады. Оптикалық символдық таңдау ол бізде OCR десек те болады. Бұл бізде суреттердегі құжат, фотосуреттегі және сканерлік мәтіндегі машина оқитын мәтіндік форматқа автомат түрде оқу түрлендіру технологиясы. Бұл жерде танымал шешімдер ретінде біз Google-дан ашық кітапхананы алсақ болады және 90-нан астам тілді қолдана аламыз. Одан бөлек жоғары дәлдікті коммерциялық шешімдерді пайдалана аламыз. Қолданылуы бізде құжат айналымы автоматтандыру және мұрағаттауды цифрландыру, автомобиль өмірлерін тану және
визиттер мен чектерде ақпарат алуды қолданамыз. Беттерді тану, бізде бетті тану негізгі міндетін қамтиды. Ол идентификациялауда және верификациялауда қолданылады. Технология беттің бірегей биометриялық сипаттамаларын бөліп алуға және олардың деректерде қалай салыстыруға болатынын анықтайды. Негізгі модель ретінде біз FaceNetті аламыз және де DLB бетті тану және тану кітапханасын қолданамыз. Одан бөлек бізде ArcViz жақсартылған метрикасы бар заманауи тәсілді қолдансақ болады. Енді кең қолданылым кезінде біз кіруді басқару және қауіпсіз жүйелерінде, смартфон құпын ашуда, әлеуметтік желілерде фотосурет автомат түрде белгілеу және жоғалған адамдарды іздеу кезінде қолданылады. Одан бөлек цифрлық кескіндердің ерекшелігі ол бізде өңдеу алгоритміне кіріспес бұрын цифрлық кескіндердің іргелі табиғатын, олардың компьютер жадында қалай ұсынылатынын және компьютерлік көру жүйелерін әзірлеу кезінде осы ұсыныстың қандай ерекшеліктері барын түсіну өте маңызды. Ол бізде деректер құрылымы, яғни цифрлық кескін сандарының көп өлшемді массивін білдіреді және ол жерде біз шулар, дискретизация мен көп арналықты қолданамыз. Одан бөлек кескін деректердің құрылымын терең түсінуге көмектеседі. Ол дұрыс алдын ала өңдеу әдістері, жадпен есептеу ресурстарын пайдаланады. Одан бөлек модельдегі мәселелерді жөндеу мен диагностикалау қолданылады. Суреттерді өңдеу классикалық әдістеріне келсек, терең оқыту дәуірінде компьютерлік көру суреттерді өңдеудің классикалық әдісі белгілі қолмен жобалауға негізделген математикалық түрлендіру мен эвристикаға негізделген тәсілдер заманауи әдістер негізін қалайды және әлі күнге дейін белгілі бір міндеттерге қолданылады. Негізгі әдісі сүзу және орау, шекараларды бөлу және бұрыштар мен негізгі нүктелерді анықтайды. Қолданыстағы ерекшеліктер ол бізде Swift, Hack, LVP-ді алсақ болады. Тәсілдің шектеулері ол бізде әрбір міндет үшін белгілерді қолмен жобалау қажеттілігі және әртүрлі деректермен жалпылау қабілеттілігінің төмендігі, одан бөлек жарықтандыру, ресурстар және инклюзия өзгергіштерімен жұмыс істеудің күрделілігін айтсақ болады. Одан бөлек бізде жоғары деңгейлі қабылдай алуын айтсақ та келеді. Одан бөлек біз бүрмелі нейрондық желілерге келейік. Ол компьютерлік көрудегі төңкеріс кезеңі деп те аталады. Бүрмелі нейрондық желілер пайда болуы компьютерлік көрудегі нағыз төңкерісті басталды. Бұл қолмен ерекшеліктерді жобалаудың орнына CNN визуал деректердің иерархиялық бейнелерін, тікелей мысалдарын автомат түрде үйренуді меңгерді. Қолмен ерекшеліктер инженериясынан автоматты оқытуға көшу компьютерлік көру жүйелерінің мүмкіндіктері мен дәлдіктерін түбегейлі өзгертті. Бұл жерде ерекшеліктерді автоматты оқытты, архитектураның эволюциясын қолданды және қолданудың әмбебаптылығын пайдаланды. CNN негізгі компоненттері ол бүрмелі қабаттар, пулинг, нормалау және активация функциялары, үлкен көлемдегі деректерді визуалды үлгілерді автомат түрде шығару және жалпылау үшін қуатты механизм жасай отырып бірге жұмыс жасайды. Заманауи үрдістер бізде компьютерлік көрудегі трансформерлер, ол бізде CNN-дегі 10 жылға дейін жуық үстемдігінен кейін 2020 жылы жаңа революция орын алды. Бұл бастапқы табиғи тілді өңдеуге арналған трансформерлер архитектурасы компьютерлік көру міндеттеріне бейімделді. Және де осы Vision Transformers қалыптасқан тәсілдерге қарсы шығып, назар аудару механизмдері визуалды деректерден де тиімді жұмыс істей алатынын көрсетті. Енді осы трансформерлер деректер жиыны мен модель өлшемін ұлғайған сайын олардың артықшылықтарын артатынын көрсетті және де CNN трансформерлер біріктіретін гибридті архитектуралар ол бізде CNN-нің локалды индуктивті трансформерлерін жаһандық назар аударуымен біріктіре отырып ең жақсы нәтижелерге қол жеткізе алды. Өзін-өзі оқыту мен диффузиялық модельдер ол бізде көбінесе компьютерлік көрудің болашағын айқындайтын екі озық бағыт. Өзін-өзі оқыту ол бізде CCL деп айтсақ болады. Ол заманауи машиналық оқытудың басты мәселелерінің бірі. Үлкен көлемді таңбаланған деректерді, қажеттіліктерді шешеді. Диффузиялық модельдер ол бізде кескін генерациясына жаңа көзқарас ұсынады және де оларды гандарды сапасы мен оқыту тұрақтылығы бойынша басып озады. Олар таңғажайып шынайы және әртүрлі кескіндер жасауды үйренеді. Жұмыс істеу қағидасы ол диффузиялық модельдерді тікелей процесс, кері процесс және генерацияны қолданады. Ал өзін-өзі оқытудың негізгі тәсілдері ол контрастық оқыту, masked image modeling және knowledge distillation білім дистилляциясын қолданады. Және осы өзін-өзі оқыту бізде интернеттегі миллиардтаған таңбалатын кескіндерді оқыту үшін пайдалануға мүмкіндік береді.
рентген суреттерінің сапасын арттырудың классикалық мысалын қарастырсақ, ол бірінші біз кескіндерді өңдеу әдістерін нақты практикалық мысал ретінде суреттердің сапасын жақсарту мәселесін қарастыру керек. Ең бірінші себеп кескіндердің алдын ала өңдеудің маңыздылығын көрсететін классикалық тапсырма ретінде біз бірінші жұмыстардың шуды басамыз, контрастты арттырамыз және шекараларды бөлеміз. Осы арқылы біз не істейміз? Рентген суреттерінің сапасын арттыра аламыз. Компьютерлік көрудің нақты өмірде қолданылуы өте көп, қарқынды салада дамып келе жатқандықтан барлық жерде қолданады деп айтсақ та болады. Автономды жүргізуде, қауіпсіздік жүйелерінде, медициналық диагностикада, өнеркәсіпте, бөлшек жасауда және электронды коммерцияларда қолданылады. Одан бөлек әлеуметтік желілерде кеңінен қолданылады. Бұл тек бірнеше жағдайдағы мысалдар. Компьютерлік көру ауыл шаруашылығында және ұшқыш ұшақтарды бақылауда, одан бөлек спортта, білім беруде және де ойын-сауық құралдарында, басқа да салаларда қолданылып, мүмкіндік шекарасы үнемі кеңейтіліп отырады. Компьютерлік көрудің қиындықтары мен шектеулеріне келейік. Ол бізде визуалды міндеттерді формализациялау күрделілігіне алып келеді және үлкен деректер мен ресурстардың қажеттілігін тудырады. Одан бөлек модельді интерпретациялау мәселелері туындайды. Шешу жолдары ретінде біз түсіндірілетін AI әдістерін аламыз. Ол өз деректермен жұмыс істеуге арналған. Fairshot және Zero Show Learning арқылы есептеу талаптарын азайту үшін тиімді архитектуралар, деректерді айтарлықтай оқытуға арналған, қарсылық шабуылдарынан қорғау әдістеріне белсенді дамып оқытып келеді модельдерді. Және де бүгінгі дәрісімізді қорытындылай келе біз жасанды интеллекттің ең динамикалық және ең перспективалы салаларының бірі компьютерлік көру екенін айттық. Енді осы машиналық оқыту, машиналық көру барлығы әлемдегі осы қызықты саяхат, ол бізде болашақ негізгі технологиясы екеніне көз жеткіздік. Жаңа көкжиектер аштық, одан бөлек білім теңгерімін ұлғайттық, одан бөлек біз не істедік? Осы бүгінгі дәріс сіздерге компьютерлік көрумен жұмыс істеуде барлық теориялық база мен практикалық дағдыларға қолданып алуға және олардың шешімдерін қолдану, одан бөлек қатар ішкі құрылымын түсінуді, міндеттерін бейімдеуді және де жаңа тәсілдерді жасауды үйрендіңіз. Дегенмен компьютерлік көру бізде теориялық практика мен математикалық талғампаздық инженерлік шешімдермен тоғысатын, күн сайын жаңа қызықты мүмкіндіктерді пайда болатын сала. Енді бұл біз сала саяхатқа шақырамыз. Ол машиналық біздің визуалды әлемді қалай көретін және түсінетін туралы түсінігіміз енді өзгереді. Осымен дәріс сабағымызды аяқтаймыз. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.